Құрметті көрермендер, бұл жай турнир емес, бұл тәуелсіздік күніне арналған халықаралық турнир. Лоу-киктен жалпы лоу-киктің деңгейі, жарыс деңгейінің қаншалықты жоғарылап келе жатқанын жаңа ғана көрген шығарсыздар. Тікелей эфирде тіпті әлгі бір салмақта Жандосқа тұра тап берген жігіттерді де көрдік. Дәл осы көпшілік алдында біраз дауласып қалды жігіттер. Енді сөзбен емес, іспен дәлелдеу керек. Жандос өзінің мақтылығын бұған дейінгі жекпе-жектерде де дәлелдеп келген чемпион, яғни өз салмағының нағыз мықтысы, әлі бірде-бір ащы жеңістің дәмін татпаған Жандосқа енді қызғана қарайтындар көп. Қазір бір жүйкесіне тиетін, ашуына тиетін ауыр сөздер айтқаннан кейін Жандоста шыдап отыра алған жоқ. Міне осымен қызық лоу-киктің деңгейі қаншалықты жоғарылап келе жатқанын көріп отырмыз. Қазір енді көпшілік алдында жерлесіміз Диас Маралов пен тәжік спортшысы Мунир Курбанмамедов. Мунир жасы да үлкен, бойы кіші демесеңіз, салмағы да екеуінің сәйкес келеді. Спортшылардың 100 келіден жоғары. Диас Маралов 20 жаста, ал оның қарсыласы Мунир Курбанмамедов, тәжік спортшысы 26 жаста. Екеуі де карате киокушинкайдың өкілі, яғни негізгі табыстары, негізгі спорт түрлері осы карате киокушинкай, бірақ өзге спорт түрлерімен де шұғылданған, яғни жан-жақты жігіттер. Екеуі де лоу-кикке бірінші рет шығып отырған жоқ. Бұл Мунир Курбанмамедовтың екінші жекпе-жегі, бұған дейін бір кездесу өткізіп жеңіске жеткен. Ал Диас Маралов 5-ші ретінде лоу-кик жарысына қатысып отыр. 2 рет қарсыласынан басым түссе, 2 рет ащы жеңілістің дәмін татқан. Тәжірибесі жеткілікті. Ауыр салмақтағы алыптардың айқасы десек те болады. Айттық, жігіттер тек қана карате киокушинкай емес, өзге де спорт түрлерін меңгерген мақта спортшылар. Мысал үшін Диас Маралов тек қана карате киокушинкай емес, бір жылдары дзюдомен де шұғылданған. Ал жеткен жетістіктерінің барлығы, басым көпшілігі осы карате киокушинкайдан. Өйткені 7 жыл бойы осы бір спорт түрінің қыр-сырын жетік меңгеріп, 7 жыл бойы көптеген жарыстарға қатысып келе жатыр. Диас жеткен жетістіктер аз емес. Алматы қаласының 3 дүркін чемпионы, Азия біріншілігінің жүлдегері, көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы. Тәжікстаннан келген Мунир де осал емес. Орта Азия біріншілігінің жеңімпазы, карате киокушинкайдан жүлдегері, екінші орыннан көрінген және көптеген халықаралық турнирдің жеңімпазы, Тәжікстанның 4 дүркін чемпионы абсолютті салмақта. Біраз соққы жасады, біраз соққы қабылдады жігіттер, бірақ әрі де міз бақпай тұр екеуі де, әлі де сыр алдырар емес. Бірақ Маралдан көрі Мунир қазір. Өте жылдам соққылар кетті, қазірде бірінің артынан бірі. Бәрі дұрыс тұр, төрешілерден ешқандай ескерту түскен жоқ. Ал Мунир Курбанмамедов қазір төрешіге жағым түсірген, ол шағымы қабылданған жоқ. Диас Маралов үшін де бұл жекпе-жек ерекше, маңызды болатын себебі бүгін еліміздің тәуелсіздік күні, әрине тәжік боксшысына ұтылмауға барынша тырысып бағуда. Жанкүйерлердің қолдауы ауадай қажет. Қазір Диас Мараловқа небәрі 20 жаста Диас Маралов, ал қарсыласы 26-да дегенді айттық. Өте салмақта, салқынғанды спортшы. Диас жеңілсе де, жеңсе де бір қалыпта. Қатты бір қуанған сәттерінде көрген жоқпыз. Бұған дейінгі жекпе-жектерінде тамашалаған едік.
жеңіліп жатқан күннің өзінде қатты бір уайымға салынбайды, мұңаймайды білет. Әлі жас екенін, алар асу әлі алды екенін білет, сондықтан да тағы да міне қазір тәжік спортшысы шағым түсіріп жатыр. Бәрі ереже бойынша өтіп жатыр. Қарап отыр қазір қапталдан да төрешілер дұрыс соққы жасап отыр. Міне жылдам соққыға жылдам жауап қайырып отыр. Ұрыста тұрыс жоқ. Халықаралық жекпе-жектердің бір алғашқы бастамасы, бұдан кейін де бірнеше жекпе-жектер өтеді. Яғни осы жарыстың негізгі жекпе-жектері әлі алда. Тағы да тәжік боксшысы мен қазақ боксшысының айқасын тамашалаймыз. Одан кейін қыздарымыз шығады. Испания мен Қазақстан арасындағы жекпе-жектерді көреміз. Жігіттер арасында, қыздар арасында. Сол секілді Испания мен өзбек спортшысының айқасын тамашалаймыз. Ал біздің әлі осы лоу-кик мықтысы Мадинаның да, Төребаеваның да жеңісін көреміз. Испаниядан келген Лопеспен күш сынасады. Осы бір спорт түрінің отаны, яғни негізгі қауымдастығы, әлемдік қауымдастығы осы Испанияда десек, дәл осы лоу-кик осы Испанияда керемет деңгейде дамыған айтпасақ та түсінікті. Міне Испаниядан бүгін бір емес 4 бірдей спортшы келіп отыр. Көреміз қаншалықты келгенін. Қазір төбелесінен көрі Мунир Құрбан Мамадовтың шағымы көп болды бұл жерде. Алма кезек соққылар. Әлі көңілі көншімей тұр. Тәжік спортшысы неліктен, не себептен, не үшін кімге түсініксіз. Бас тартты жекпе-жекті жалғастырудан. Ендеше жеңіс қазір енді Диас Мараловқа берілуі тиіс. Енді қайта-қайта шағымданғаннан кейін қазір көмекшілерді шақырып қарастырып жатыр. Енді бұл жерде Диас Мараловтың ешқандай ереже бұзбағанын бізде сіздерде көріп отырсыздар. Бәрі осы лоу-кик ережесі бойынша. Сондықтан егерден жарыстан бас тартып жатса, жеңімпаз әрине Диас Маралов. Дәл солай. Диас Маралов 20 жастағы қазақ жігіті лоу-киктен 3-ші жеңісіне қол жеткізді. Айттық қой, Қазақстанның тәуелсіздік күні. Диас тәжік спортшысына ұтылмауы тиіс еді. Дәл солай білді бүгінгі жекпе-жектің маңызын, өзіне сенімді шықты. Диас Маралов мықты екенін тағы бір мәрте мойындатты. Бұл жолы мойындаған тәжік спортшысы. 26 жастағы Мунир Құрбан Мамадов айттық. Тәжікстанның 4 дүркін чемпионы дегенде көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы мен жүлдегері. Қазір Өмірбек Әлмағжанов жеңімпаздар мен қатысушыларды марапаттау сәті. Осы бір азаматтың лоу-кикті дамыту жолындағы еңбегі ерен. Тиісінше қаржылай жеңімпаздар жүлдесінде алды, алтын медалінде алды. Міне өңіріне тақты құтты болсын дейміз. Диас Маралов бұл халықаралық жекпе-жектердің шымылдығын ашқан кездесу еді ғой.